Ер жігітке өлімнен ұят күшті деген мықты сөз бар. Осыны бір жақсылап түсіндіріп жіберсең. Ер жігітке өлімнен ұят күшті деген мақал нағыз қазақи намысты, ар ұятты ту еткен жігіттің ұстанымы. Ұят адам үшін ең үлкен жаза. Ер жігіт үшін тәннің өлуі қорқынышты емес. Ең қорқыныштысы абыройынан, ар намысынан айырылу. Адамның денесі өлсе, тек өзі өледі, ал ұятсыздыққа жол берсе, оның аты өшіп, ұрпағы да ұятқа қалады. Намыс ер азаматтың қасиетті құндылығы. Ер жігіт елінің, отбасының, ата-бабасының намысын қорғай алу керек. Егер біреу қорқақтық көрсетіп, әділетсіздікке бой алдырса, немесе арсыздық жасаса, ол өмір сүргенімен өлі адаммен тең болады. Өлім уақытша, ал ұят мәңгілік. Өлім табиғи нәрсе, бірақ ұятқа қалған адамның ел алдында жүзі төмен болады. Бұл рухани өліммен тең. Яғни бұл сөз адал өмір сүр, ар намысыңды сатпа, ұятқа қалма, қажет болса намысың үшін жан беруге дайын бол деген терең мағынаны білдіреді. Көп рахмет, өте жақсы айттың.